Бұдан көп болса бір ғасыр бұрын осы Радлов, Миляранский дейтін орыстың үлкен ғалымдары қайран қалған ғой қазақтың шешендігіне. Ең бір оқымаған қарапайым сауатсыз қазақ сөйлетіп жіберсеңіз, анау ежелгі Греция, ежелгі Римдегі Демосфен сияқты шешендерден кем түспейді дейді. Мысалы, Янушкевич жазып кеткен бұдан 1,5 ғасыр бұрын. 1 ғасыр бұрын Радловтар жазып кеткен. Сол өнерде мінекей бас аяғы 100 жылдың ішінде айырылып қалған жағдайымыз бар. Ол мүмкін адамдардың жамандығынан емес, бұлар қазақтардың жағдайдың. Отаршылдықтың. Иә, отаршылдық саясаттың байтал түгіл бас қайғы болған замандар болды ғой. Сол шешендікті танытатын орнымыз болмады ғой. Жаңағы өзіңіз айтып отырған той домалақтың үстінде болмаса, қай жиналыста, қай парламенттің болсын, қай бір үлкен конференцияларда болсын, жиналыстарда болсын, осы қазақша сөйлеп келдік. Бәрінде орысша сөйледік қой. Еркін сөйлеу қасиетімізден айырылып қалдық қой, шешендігі былай тұрсын. Еркін, таза ойымызды топ алдына шыққанда осы қиналмай айтып беру, соны қайтаруымыз керек. Сонан кейін барып, жаңағыдай бір реті келген тұс болатын болса, әдемі сөйлеуге көшіртуіміз керек. Өте дұрыс айтып отырсыз, балалар мына көркем әдебиетті оқысын. Әсіресе мына тарихи әдебиеттерде, тарихи романдарда, Әбіш Кекілбаевтың Үркерінде, анау Тәуке ханның 3 кеңесшісі бар ғой, 300-ден шыққан 3 биді қандай әдемі сөйлетіп береді. Немесе Мұхтар Мағауиннің Аласапыранында, тіпті Мәскеуге елші болып барған Құлмұхамбет дейтін адам сонымен сөйлескенде, я болмаса тіпті ағасыменен Тәуекел ханмен Оразмұхамбет сұлтанның өзара сөйлескенде қандай әдемі шешен түрде берген. Осыларды оқып өссе балалар, біздің жастарымыз, өздері де реті келгенде, осы реті келген жерде әрине, кез келген жерде емес, әдемі шешен сөйлеуге үйреніп кетер еді.